Bismillah, assalamualaikum. Harun Сарайын алдарыңызда дәрігер шығыс медицинасының батыс медицинасының біріккен емдеу түрі бойынша шипагер Жұмадан Жарқынбекұлы. Қасиетті Рамазан айында ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Әлемде өтірік айтуда, өзіңізді мақтап айға шығаруда мен білетін үш ел бар: Россия, Қытай, Қазақстан. Россия өзінің коронавирусқа қарсы Спутник V немесе Спутник 5 деп аталатын вакцинасын мақтағаны соншалық, оның тиімділігі 91,6%-ға дейін жетіпті. Осыдан 2 ай бұрын Англияның медициналық журналы Lancet'те жарияланған 3-ші кезеңдегі клиникалық зерттеудің нәтижелері соны көрсетіпті. Енді бұл нәтижеге қарсы пікір айтқан халықаралық ғалымдарда аз емес. Мұның маңызды сандық мәліметтері толық емес, онда жарияланған нұсқасында. Солай бола тұрса да, жақында Россияның президенті Путин Гамалияның қызметкерлерін, мамандарын шақырып, Гамалия сол Спутник 5 вакцинасын зерттеп өндірген орталық. Солардың мамандарын шақырып, шай ішуге шақырды. Шай ішуге шақырғаннан кейін қайта шыққан соң бұлар өздерінің әуенін өзгертіп 91,6%-дан 97%-ға жетті. Жаңағы әмәлият салу барысында деген үндеуді жариялады. Себебі ақш-тың Pfizer және Moderna компаниясының mRNA, яғни елші RNA технологиясымен дайындалған вакцинасы толық 3-ші кезеңдегі клиникалық сандық мәліметтері бойынша 94-95% тиімділікті көрсеткен. Ал енді орыс неде болса да сол алдында Америкаға таяп жығылып жеткен болса, енді неде болса да асу керек болды. Сондықтан Путин тапсырма берді, солай айтылу керек болды, сонымен солай жарияланды 97%. Енді олар өзінің вакцинасын қанша мақтап аспанға атын шығарып айға жеткізсе де даңқын, Россияның халқы бәрібір сенімсіздік танытты. Тек қана 8% халық күні бүгінге дейін өздерінің өндірген вакцинасын салуға келіскен әрі салдырған. Яғни 92% халық өзінікін салдыруға келісуге болады, немесе басқа вакцина салдыру мүмкін, немесе салдырмай қою да мүмкін. Осы бірнеше күндегі мәлімет бойынша Қазақстанда 1 миллион халық вакцина салып үлгеріпті. Әрине, оның барлығы Россияның вакцинасы. Өткен аптада бұл вакцина халықарада үлкен дау туғызды. Бразилияның 10 облысы бұл вакцинаны кіргізуге ниет білдірген. Сонымен Бразилияның дәрі-дәрмекті бақылау комитетінен 5 маман бір группа құралып, бұл вакцинаны зерттеуге кіріскен. Нәтижесінде орыс тарапынан берілген вакцинаға қатысты сандық мәліметтерді қарай отырып, бұл мамандар енді бұл Бразилияның дәрі-дәрмек зерттеу, дәрі-дәрмектің қауіпсіздігін бақылау комитетіндегі мамандар халықарада беделді мамандар қатарына жатады. Бұлар өздері дербес зерттеу жүргізе алатын маман болып табылады. Бұдан бұрын 60 мемлекет осы Россияның вакцинасын егуге келіскен болса, онда олардың мамандарының деңгейі, яғни жаңағы дәрі-дәрмектің қауіпсіздігін бақылау комитетінің мамандарының деңгейі өте төмен, немесе олар біле тұрса да сол орыстың вакцинасының кемістік жағына көз жұма қарады деп айта аламыз. Ал енді қайтадан жаңағы Бразилияның мамандарының пікіріне оралатын болсақ,
Олар орыс жіберген Садмұхамедке қарап отырып, енді бұл орыстікі без вирусындық вакцина, яғни аденовирусты тасымалдан етіп өндірілген вакцина. Бұл вакцинада 2 доза салынады. Бірінші дозасында ID26 деген без вирусын қолданады. Бірінші дозадағы вакцинадағы құрамның ішінде қанша тал сол ID26 вирусы бар екендігі анық айтылмаған. Ал енді екінші дозасындағы вакцинада ID5 типіндегі осы жаңағы без вирусы істетілген. Соның ішінде 100 түйіршік немесе 100 тал без вирусы, тірі вирус табылған. Сол себепті де Бразилияның мамандары орыстың вакцинасын толымсыз деп есептеп, оны Бразилияда кең көлемде салуға бүкілдей қарсы болған. Енді осы қарсылықтан кейін орыс өзінің вакцинасының халықарадағы беделі түсіп кетті деп есептеп, енді бүкіл бір ел орыстікін жоққа шығарып жатса, әрине орыстың халықарадағы беделі түседі ғой. Енді 60 мемлекет сатып жатса ол. Жаңағы бұлар өтірік айтты, біз енді бұларды халықара сотқа береміз деп құқық көрсетсе де, бәрібір жаңағы Бразилияның мамандары өзінің айтқан сөзінен қайтқан жоқ, сол пікірінде қалды. Бұл да әлі жалғасып келе жатыр. Алдағы уақытта ең жаңа шешімін көретін боламыз. Енді оның нәтижесін күтеміз. Енді осы арада көпшіліктің сауатын аша кету керек. Бұл без вирусындық вакцина дайындау әдісі сол жаңағы аденовирусты тасымалдаушы дене ете отырып коронавирустың S белогын дайындайтын сол бір бөлек генді кесіп алып, без вирустың гендеріне енгізеді. Содан кейін оны без вирусын адам денесіне ұрғаннан кейін жаңағы коронавирустың S белогын жасайтын гендерді адам денесі сол жерде соны танып, одан кейін S белокты дайындайды. S белокты адамның иммундық жүйесі сырттан келген антиген ретінде танып, оған сол жерде қарсы антиденелер өндіреді. Бұның принципі солай. Ал енді бұл аденовирус көп кездесетін вирустардың түріне жатады. Адамдар өмірінде соның бір типін жұқтырған болуы мүмкін. Бұның типі өте көп. Адам денесі жұғымдалғаннан кейін көп адамдарда жеңіл желпі тұмау немесе іш ету сияқты ауыр белгілері көрілуі мүмкін. Кейбір адамдарда ешқандай ауру белгілері байқалмауы да мүмкін. Солай бола тұрса да, ішінара жағдайларда кейбір адамдарда бұл өте ауыр дәрежедегі ауру белгілері байқалып, адамның өміріне қауіп төніп, сол себепті адам өліп кетуі де мүмкін. Бұның ең қорқынышты әрі ең қауіпті тұсы осы. Ал енді жаңағы аденовирусты тасымалдаушы дене еткенде, ол адам денесіне кіргеннен кейін көбеймеу керек. Яғни орыстың Спутник 5 вакцинасының құрамында бір тал аденовирустың тірі вирусы болмау керек. Бұл халықарадағы стандарт солай. 0 тірі вирус. Яғни мүлдем тірі вирус болмау керек, аденовирус. Ал енді аденовирусты дайындау технологиясы соны пайдаланып тұқым қуалайтын ауруларды 20-30 жылдан бері сол салада қолданылып келеді. Бұл вирус тұқым қуалайтын ауруларды емдейді. Енді бұл көбінесе соның аденовирустың генінде I1 және I3 деп аталатын екі бөлік ген бар. Солар бұл аденовирустың көбеюіне жауапты. Сол гендерді кесіп алып тастағаннан кейін аденовирус көбейе алмайды. Яғни сол вирусты адам денесіне жаңағы коронавирустың S белогын көбейтетін генін салса, одан кейін бар адам денесі салса, онда болады. Онда бұл қауіпсіз. Енді бұл көбейе алмай қалса, адам сыртқы ортада оны көбейту керек. Бұл жаңағы миллион доза вакцина өндіру үшін сыртқы ортада
оны көбейту керек, вирусты көбейту керек. Ал адам денесіне кіргенде ол көбеймеу керек. Осы жерінде бұл қарама қайшылық бар. Бұл мәселені шешу үшін ғалымдар жаңағы И1 және И3 деп аталатын аденовирустың осы екі бөлік генін, көбеюге қатысты генін басқа бір қосымша клетканы алып келіп, соның денесіне егеді, соның клеткасына егеді. Соның клеткасына егіп, одан кейін жаңағы қайтадан аденовирустың гендерінің арасына салғаннан кейін бұл сыртта көбейе береді. Сыртқы ортада копияланады, көбейе береді. Бұл сол арқылы вакцинаны миллиондап өндіре береді. Ал енді соны қайта адамның ішіне еккеннен кейін ол көбейе алмайды. Бұл мәселені осылай шешеді. Орыстың қолданған технологиясы осылай. Бірақ дегенмен де орыстың жаңағы Бразилияға берген мәліметінде екінші дозасында, яғни И5 типіндегі аденовирус жетілген типі И5 болған түріндегі вакцинаның құрамында, әрбірінің құрамында, әрбір дозасының құрамында 100 тал вирус болған екен. Бұл халықарадағы стандарт 0. Ол болмау керек мұнда. Бұған мүлде қайшы. Керек десеңіз, орыстың өзінің ішкі жағындағы салынып атқан коронавирусқа қарсы вакциналарында 5000 тал, әрбір дозада 5000 тал вирус болса да, олар сетуге бере берген. Былайша айтқанда, тірі вирусты сізге салып жатыр деген сөз. Қазақстандағы келіп жатқан, жаңағы дайындалып жатқан Спутник 5-тегі әрбір дозасында қанша вирус бар, оның ішінде тірі вирус, жаңағы аденовирус, ол Құдай біледі. Енді біз бұны 0 болу керек деп айтып отырмыз халықаралық стандарт бойынша. Енді 5000 тал вирус, былайша айтқанда сіздің денеңізге тірі вирус салғаннан кейін, ол адам денесінде жоғарыда айтқанымыздай ешқандай ауру белгі тудырмауы да мүмкін. Егер де тудырған жағдайда жеңіл болуы да мүмкін, немесе үшінші түрлі жағдай, онда сіздің өміріңізге қауіп төніп өлуіңіз де мүмкін. Былайша айтқанда 50-50 орыстар төте тірі вирусты адамның денесіне салып, яғни адамның жанын бәйгеге тігіп, солай бір үлкен тәуекелге барып отыр. Енді орыстан жаңағы Бразилияның мамандары сұраған, не үшін сендер бұны 0-ге түсіріп өндірмейсіңдер деген кезде, орыстың берген жауабы, оны өндіруге болады, бірақ оған көп уақыт кетеді деген. Яғни оны бір талдан қарап отыру керек, әрбір дозаны ішінен іздеу керек, жаңағы вирус, тірі вирус бар ма жоқ па деп. Тірі вирус болғандар тастау керек, болмағандарын қолданысқа беру керек. Ал енді орыс оны істейтін уақыты жоқ оның, өйткені оның шыны керек, оның технологиясы болсын, өндірудегі кәсіптік деңгейі болсын, оған жар бермейді. Бұған себеп, бұны да сол тарихтағы үлкен бір себептерге қатысты айтуға болады. Кезінде Сталиннің заманында, енді Россия Совет кезінде коммунистік ел болды. Коммунистің ұстанымен капитализмді ұстанған Американың, батыс елдерінің ұстанымы түбегейлі қарама қайшы. Гендік ауруларды, яғни тұқымқуалайтын ауруларды осы биологиялық медицина деген пән бар, соны дамыту арқылы емдейді. Сталиннің кезінде осы мамандарға, яғни Россиядағы, Совет одағындағы биологиялық медицина мамандарына үлкен қудалау болды. Біразын атты өлтірді, біразын қамады, біразын қуғын сүргінге ұшыратты. Сонымен, былайша айтқанда, Советтің, Россияның биологиялық медицинасы тоқырап қалды 20-30 жыл. Кейін Россия қайтадан жаңағы өз алдына мемлекет болғаннан кейін қайтадан бұл салаға мән берілді, дегенмен де бәрібір бұл Еуропадан, Америкадан көш бойы артта қалды. Халықарадағы ең жаңа биологиялық медицинаға қатысты маңызды
зор жаңалықтар, тапқырлықтарға қатысты мамандардың барлығы дерліктей Америка мен батыстың мамандар болды. Оның ішінде бірде бір Россияның маманы болған жоқ осы уақытқа дейін. Сондықтан да Россия бұл салада енді оны технологиялық болсын немесе өндірудегі өнеркәсіптік деңгейі болсын, ол нөл деңгейдегі вирус жоқ, сондай жаңағы вакцинаны өндіре алмайтын да сол себепті. Сондықтан да бұл осындай үлкен кемістігі бар вакцина. Яғни бұны салдырсаңыз 50-де 50. Жеңіл-желпі өтіп кетуі мүмкін, немесе 30-да 30 болуы мүмкін. Жеңіл-желпі салғаннан кейін өтіп кетуі мүмкін. Немесе ешқандай сезілмей қалуы да мүмкін. Бірақ енді сезілетін болса, ең қауіптісі, ең қорқынышты өлімге әкеліп соғуы мүмкін. Сондықтан да бұны салдырсаңыз, баяғы басыңызды бәйгеге тігіп, жаныңызды қатерге қойып отырып, былайша айтқанда мойныңызға бір қылышты қойып отырып салған сияқты жағдай. Енді осы лекцияны тыңдағаннан кейін көзі ашық, көкірегі ояу адам бұл ақпараттан өзіне керекті жауапты алды деп ойлаймыз. Орыстың вакцинасына егерде өзіңіз қарсы болсаңыз, енді осы шама нақтылы дәлелдерден кейін өзіңіздің қарсы екендігіңізді әлеуметтік желілерде осылай бір видеоға түсіріп, бізге орыстың вакцинасы керек емес, бізге жаңағы Американың вакциналарын әкелуді талап етеміз деп үкіметке өзіңіздің талабыңызды жеткізіңіз, немесе ешқандай вакцина салдырғыңыз келмесе, ол жағын да өзіңіздің еркіңізде. Қысқасы, сіздің денсаулығыңыз Алланың сізге берген аманат. Ол аманатқа өзіңіз ие болуыңыз керек. Немесе ол біреудің қиянат жасауына жол бермеуіңіз керек. Сондықтан да дұрыс шешім қабылдау енді сізге қолыңызға соқырға таяқ ұстатқандай айтып отырмыз. Сондықтан да дұрыс шешім қабылдау өзіңізден. Содан кейін тағы бір қосымша айта кететін жайт, егерде бұл жұмыстағыларға осы вакцинаны егу керек, сөзсіз міндетті, екпесеңді жұмысын айдаймыз дегенге байланысты Қазақстанның денсаулық сақтау кодексінде анық жазылғандай, ешкімге ешқандай вакцинаны зорлап сала алмайды, немесе жұмыстан кетесің бұл вакцинаны салдырмасаң деген ондай статья жоқ. Сондықтан да өзіңіздің заңды құқығыңызды өзіңіз осылай қорғау керексіз. Ол туралы басқа да заңдық тұрғыдан мамандар өзінің кеңесін беріп жатыр екен. Одан да қалыс қалмаңыз. Сосын Қазақстанның өзінің өндірген вакцинасы салынып жатыр. Алдында Казковитин деген, енді Казвак деп аталып жатыр. Бұған өзіміздің пікірімізді қоса кетейік. Енді орыста Rushback деген вакцина бар. Оларды өндіріп егуге беріп жатыр екен. Енді ол да бәлкім құдай біледі, орыстың вакцинасы ма, қазақтың өндірісінде өндірілді деген атпен орыстың вакцинасы, немесе Қытайдың вакцинасы мүмкін, өйткені ол өлтірілген вирустан дайындалған екен. Ол енді өлтірген вирусты сол Қытай қазір бүкіл әлемге таратып жатыр, өзінің вакцинасын үгіттеп жатыр, сол пропаганда жасап жатыр мысалға. Бәлкім Қытайдікі шығар, құдай біледі. Қысқасы 30 жылда біз енді бір былайша айтқанда өндірісте жұрдай жасампаздықтан дәнеңе жоқ, жағымпаздықта алдымызға жан салмайтын, жасампаздықта дәнеңе жоқ сондай бір елміз. Өндірістен мүлдем тұралап қалған ел тұрып, 30 жылда өндірмеген вакцинаны, басқа да вакциналар болды ғой енді. Жаңағы балалардың сіреспе ауруына қатысты вакцина, типті бауыр қабынуға қарсы вакцина, тұмаудың вакциналары мысалға. 30 жылда соның вакцинаны ешқандай бір вакцинасын өндірмей, 30 күнде
жаңадан бір пайда болған әлемдік індетке Қазақстан бір вакцина өндірді десе, менің көршімнің мысығы да сенбейді бұл аңызға. Енді өздеріңіз ары қарай өзіңіздің логикаңызға салып, өзіңіздің жеке басыңызбен, жеке ақылыңызды іске қосып, тұжырымды шығара аласыз деп ойлаймын. Ағайын, бүгінге бөлісетін маңызды ақпаратымыз осы. Халықтың денсаулығы, әр адамның өмірі ең басты байлық. Сондықтан да бұл видеомыз бүкіл әлеуметтік желілерде, WhatsApp топтарында, Facebook группаларда, Telegram чаттарда, каналдарда жаппай бөлісіңіз, таратыңыз. Қаншама көп адам осы өте маңызды ақпаратқа қол жеткізсе, тіпті де көп пайдасы халыққа тисін. Ауырмаңыз ағайын, келесі эфирде кездескенше күн жақсы болғай.